Қайдан келдің құлыным? Ұстанды ойнап келдім. Қызым, мен бесікке арналған көрпеше, жастық тігіп жатыр. Маған көмектесесің бе? Анасым. Анасым Боннем. Бұл бесікке арналған бау. Бұнымен сәбидің бір қолымен қолын, бір қолымен аяғын байлаймыз. Мен де кішкентайда бесікте ұқсадым ба? Иә, қызым, сен де осылай кішкентай кезінде бесікте ұйықтадың. Сені де әдейлеп бесікте тербеттім. Қызым, ана жерде көрпешені алып бересің бе? Ішіне мақта салайық. Салайды анасым. Мен мына көрпешеге мақта сала берейін. Анда әкең бесік жасап жатыр. Әкеңе бара ғой. Әкесі бесік жасаусында. Иә қызым, бесік жасап жатырмын. Бесік қазақ халқы үшін қасиетті мүлік болып табылады. Бесік көшіп қонып жүргенде жиналқы алып жүруге ыңғайлы. Қазақта ел болам десең бесігіңді түзе деген нақыл сөздері бар. Әкесі мен де жақсы білемін. Айта ғой қызым. Tudiydi bitki usta, tudiydi basıydı. Ой бәрекелді қызым. Әкесі бұл қалай аталадым. Қызым, бұл бесіктің арқалығы деп аталады. Бесіктің алдыңғы бөгені, мынау сирағы, мынау шабағы болып келеді. Әкесін сын қойды бәрі еді. Рахмет қызым. Бесік дайын болды. Анашыңа апарып берейік. Мен де көрпешелерімді тігіп дайындап болып қалдым. Қанекей қызым, екеуміз бірге бесікке көрпешелерімізді дайындап қояйық. Қызым, кел маған көмектесесің бе? Көрпешелерді салайық бірге. Қызым, саған бесік жасау ұнады ма? Янат бесік маған ұнады. Қызым, бесігіміз дайын болды. Болашақ бөпеміз осы бесікте жататын болады. Бос бесікті тербетуге болмайды. Бесігімізді мында алып қояйық. Қызым, сен бесік жырын білесің бе? Бірге айтамыз ба? Әлди, әлди, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем.